Барлығына сәлем, сіздермен бірге жай ғана Бүгін біз сіздермен Қытай тілі жайында сөз етеміз. Соның ішіндегі Қытай жазуындағы сызықтар ханзы да бейхуа. Өзіміз білетіндей, Қытай мәдениеті, оның жазуы өте тереңде жатыр. Сол себептен де сызықтардың да тарихы өте тереңде. Жалпы сызықтар туралы алғашқы мәліметтер Сун династиясында кездеседі, яғни 960 жылдан басталады. Бұл жердегі атақты ақын Оян Сюдің шығармасынан бейхуа сөзін кездестіре аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл бейхуа сөзі. Жалпы дәстүрлі сызықтар біздің білетін сызықтардың атауымен құрылысы бойынша ұқсамайды. Яғни сол кездегі олардың атауы және де олардың бөлінуі әртүрлі болған. Бөлінуіне келетін болсақ, негізгі сызық ретінде 8 сызық берілген. Сибін, бейхуа, бажон 8 түрі бар. Оларға біз өзіміз білетін нүкте, түзу сызық, вертикальды сызық шу, солға сызық пие, оңға қисық сызық на, төмен жоғары бағытталған қиғаш сызық ти, сынық сызық ж, үзмек сызық го. Осы сызықтарды атаған және де бұл сызықтарды йоңзы бафа деп атаған, яғни осы иероглифті жазған кезде осы 8 сызықтың барлығы қолданған. Жаңа айтып кеткенімдей, олардың атауы да мүлде басқа болған. Өзіміз білетін диен нүкте сызығы бұрынғы атауы ц болған. Ал өзіміз білетін түзу сызық хың бұл л деп аталған екен. Өзіміз білетіндей, Қытай өзінің тәуелсіздігін алғаннан кейін осы білім мен ғылымда көптеген реформалар жасады. Соның бірі осы 5 түрлі сызық. 1965 жылдың қаңтар айының 30 күні Қытай Халық Республикасының мәдениет министрлігі сызықтарға байланысты мына мақаласын жариялаған болатын. Одан кейін 1988 жылы мемлекеттік тіл және жазу жөніндегі ұлттық жұмыс комитеті жаңа мақаласын жариялап, осы сызықтарды 5 топқа бөлді. Бұл сызықтарды атап кететін болсақ, хыңлей, яғни түзу сызық. Одан кейін шулей, жоғарыдан төмен бағытталған түзу сызықтар. Пиежі, пиелей, одан кейін денлей, джилей деп 5 түрге бөлді. Ал мынау көріп тұрғандарыңыз біздің бүгінгі Қытай жазуындағы сызықтар болып табылады. Яғни бейхуа, меңчің, бяо. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 31 сызық. Бұл 31 сызық қайдан пайда болды десек, бұл 2001 жылы желтоқсан айының 19 күні Қытайдың білім министрлігінің заңы бойынша осы 31 сызық мақұлданған болатын. Және де осы сызықтардың бастапқыларына 6 сызық жатқызылады. Негізгі және бастапқы сызықтарға өзіміз көріп тұрғандай 6 сызықты айтып кетеміз. Бұл хың, түзу сызық, горизонтальды деп атаймыз немесе. Одан кейін шу, вертикальды, төменнен жоғары түзу сызық. Диен, нүкте, точка деп атайды орыс тілінде. Пие, қиғаш сызық. На, бұл да қиғаш сызық. Ти, төменнен жоғарыға қарай бағытталған қиғаш сызық. Жалпы осы 6 сызықтардың бір-біріне қосылу арқасында біз жаңа күрделі сызықтарды ала аламыз. Мысал келтіретін болсақ, айтып кеткен хыңға пиені қосу арқылы біз хың пие иероглиф, хың пие сызығын ала аламыз. Міне бүгін біз базалық бейхуа туралы мәліметтер алдық. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға рахмет.